Атақты композиторлар. Композитор дегеніміз кім? Жазушы, музыка шығаратын адам композитор. Қазіргі және электронды музыкадан бастап классикалық және оркестрлік шығармаларға дейін композиторлар әртүрлі жанрлар мен стильдерде жасай алады. Антонио Вивальди 1678-1741 жылдары өмір сүрген. Антонио Вивальди итальяндық барокко композиторы, виртуоз скрипкашы және діни қызметкер. Скрипкаға арналған жанды және жаңашыл концерттермен танымал. Оның ең танымал жұмысы жыл мезгілдерінің көріністерін бейнелейтін 4 скрипка концертінен тұратын 4 мезгіл. Йоганн Себастьян Бах 1685-1750 жылдары өмір сүрген. Ол барокко дәуірінің неміс композиторы және музыканты болды. Күрделі және мәнерлі композицияларымен танымал. Оның көрнекті туындыларына Бранденбург концерттері, жақсы мінезді клавир және минордағы масса жатады. Бах музыкасы батыс классикалық музыкасының дамуына қатты әсер етті. Джордж Фредерик Гендель 1685-1759 жылдар өмір сүрген. Гендель өзінің операларымен, ораторияларымен және концерттік гроссымен танымал неміс-британдық барокко композиторы болды. Оның ең танымал шығармаларына әйгілі «Халлелуя» хоры бар мәсіх ораториясы және су музыкасы оркестрлік сюиталары жатады. Франц Жозеф Гайден 1732-1809 жылдар өмір сүрген. Ол австриялық композитор және классикалық музыканың дамуындағы шешуші тұлға болды. Көбінесе симфонияның әкесі және ішекті аспаптар квартетінің әкесі деп аталатын ол 100-ден астам симфония, 68 ішекті квартет және басқа да көптеген шығармаларды жазды. Вольфганг Амадей Моцарт 1756-1791 жылдары өмір сүрген. Ол классикалық дәуірдің ғажайып кемеңгері және австриялық композитор болды. Ол концерттерді, камералық пьесаларды, операларды және симфонияларды қамтитын 600-ден астам шығармалар жасады. Батыс музыкасына айтарлықтай әсер етті. Оның танымал шығармаларының ішінде Eine kleine Nachmusik және сиқырлы флейта бар. Джоаччино Россини 1792-1868 жылдар өмір сүрген. Итальяндық композитор Россини өзінің операларымен танымал болды. Оның ең танымал шығармалары «Севильдік шаштараз», «Уильям Телл» және «Ла Ценереттола». Ол өзінің жанды тартымды өндерімен танымал. Феликс Мендельсон 1809-1847 жылдар өмір сүрген. Неміс композиторы, пианист және дирижер Феликс Мендельсон ерте романтикалық дәуірге қатысты. Бұл лирикалық және мәнерлі композитордың көрнекті шығармалары минордағы скрипка концерті, Шотланд симфониясы және жазғы түннің орманы увертюрасы. Джозеф Ферди 1813-1901 жылдар өмір сүрген. Итальяндық композитор өзінің операларымен танымал болды. Драмалық қарқындылығымен және эмоционалды тереңдігімен танымал оның шығармаларында Отелло, Травиата, Риголетто және Аида кіреді. Верди тарихтағы ең жақсы опера композиторларының бірі болып саналады. Йоганн Штраус II 1825-1899 жылдар өмір сүрген. Ол жеңіл музыкасымен танымал австриялық композитор болды. Ол көгілдір Дунай және Вена арманындағы ертегілер сияқты көрнекті шығармаларымен Вена вальсін танымал етті. Оның музыкасы 19 ғасырдағы Вена бал мәдениетін бейнелейді. Ол вальс королі ретінде белгілі болды. Йоганнес Брамс 1833-1897 жылдар өмір сүрген. Романтикалық дәуірдегі неміс пианисті және композиторы. Күрделі композицияларымен және терең эмоционалды резонансымен танымал. Оның маңызды туындылары 4 симфониядан тұрады. Венгер билері және неміс реквиемі.
Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Канал ұнаса каналға тіркеліп, басқа да видеоларды қарап бағалай отырыңыздар.